Өте дәмді, оңай әрі тез жасалатын тауық сорпасын жасайтын боламыз. Суымызға тауықты саламыз және де 30 минут қайнатып аламыз. Қызып тұрған майымызда жуаны және сәбізді қуырып алатын боламыз. Судан етімізді аламыз да суытып тураймыз. Суымызға картошкамызды, зажаркамызды, тұзымызды, қара бұрышты және сорпаға арналған приправамызды саламыз. Картошкамыз піскенше пісіріп алатын боламыз. Піскеннен кейін туралған тауық етімізді қосамыз және вермишелімізді саламыз. Одан кейін 1-2 минут пісіріп алатын боламыз. Бізде осындай өте дәмді сорпа шығады. Күнделікке жасасаңыздар болады. Өте дәмді сорпа жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.